Қайырлы күн достар. Бүгін біз ИП ашуды үйренеміз. Сол үшін бірінші Google Chrome'ға e-license.kz деп жазамыз. E-license сайт ашылады. Сіз бірінші рет ашайын деп тұрсаңыз, зарегистрироваться деп басамыз. Және бұл алғашқы беті, зарегистрироваться етеміз. Бірінші өзімізді. Ол үшін электронный почта керек. С помощью ЭЦП және подтверждаю деп басамыз. Далее және электронный поштамызды действующий жазамыз. Бірақ оған ешқандай мәлімет келмейді. Бірақ жазу керек. Және пароль жазамыз. Пароль бір есім болу керек, бас әріп, кіші әріп және сандар міндетті түрде, және собачка, сондай символдар болу керек міндетті түрде. Және ЭЦП арқылы подтверждение жасаймыз. Өзіміздің компьютерде тұрған ЭЦП-мізді тауып аламыз да, Ауц программасын пайдаланып кіретін кезде солай ашамыз, тіркелеміз. Пароліңізді дұрыс жазасыз. Бірінші бетте өзіңіз туралы мәліметтер шығады. Бізге керегі e-license деген көк жазудың үстінен басамыз. Ол жерде обслуживание бөлімін тауып аламыз. Ашу үшін ИП-ны. Және кішкене төмен қарай түсірсек, уведомительный порядок деген бар. Уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя деген. Біріншісі тұрған, соны таңдаймыз. Келесі бізге екі пункт беріледі. Ол бірінші уведомление о начале деятельности, егер оны ашатын болсаңыз, ал екінші о изменении, сол ИП-ңыз бар болып, соған өзгеріс енгізетін болсаңыз таңдайсыз. Заказать услуги онлайн. Және өзіңіздің прописка бойынша УГД-ңызды таңдайсыз. Қай жерде тіркелгенсіз? ИП ашатын адам. Енді бұл бірінші бетінде барлық данныйлар шығады. Бұрынғы аты жөніңіз. Бұл жерде тек звездочка тұрған жерді ғана толтырып жазып кетуіміз керек. Почтовый индекс сұрайды. Оны біз Google-ден тауып алсаңыз болады. Адресіңіз бойынша почтовый индекс білмесеңіз. Телефон номер, адрес барлығын дұрыс. Бірінші прописка бойынша өзіңіздің сол бойынша толтырамыз. Облыс, район дұрыс қылып таңдау керек. Мен примерно сіздерге көрсетіп жатырмын бұл жерде. Қалған адрес өзі шығып тұрады. Енді телефон номер, дұрыс өзіңіздің қолданып жүрген телефон номеріңізді жазуыңыз керек. Және ИП ашуға
мүмкін бе, ол үшін запросить дегенді бассаңыз, не регистрация ИП возможно деп шығады. Келесі сохранить деп басып, және далені басамыз. Енді екінші бет. Бұл бетте ИП-ның тіркелген ИП-ның адресін жазамыз. Яғни ИП қай жерде ашылып жатыр сіздің кәсібіңіз, соның адресін тауып жазасыз, соның индексін жазасыз. Мәлімет дұрыс болу қажет. Ол үйіңізден ашылып жатса, сол прописка бойынша адресіңіз жаза бересіз, ал үйіңіз бөлек кәсіп басқа жерден ашылып тұрса, сол ашылып жатқан жердегі адресті енгізесіз. Номер дома төмен қарай жазамыз. Төменгі жағында. Және номер телефоны міндетті түрде дұрыс. Адрес электронный почта жазсаңыз да болады, жазбасаңыз да болады. Және осы жерде ең маңыздысы режим таңдау. Сіз салық органына қандай режиммен салық төлейсіз, соны таңдайсыз. Специальный налоговый режим, основа патента, общеустановленный порядок, түрлі режим түрлері қолданылады. Бізге көбіне қолданылатын упрощенная декларация. Мен соны таңдадым. Яғни жылына 2 рет отчет тапсыратын режим. Тағы да сохранить етіп, далее басамыз. Және ең маңызды бөлімі бұл окет таңдау. Сіздің бастап жатқан кәсібіңіздің коды. Бұны көбіне интернеттен, Google-ден тауып алсаңыз болады. Бірінші кодын болмаса, осылай әрқайсысын жеке-жеке ашып, мысалы мал шаруашылығыма или салон красотыма барлығы жазылған. Ішінен ашып таңдап, мен примерно осы окетті таңдадым. Бұл основной окет. Ал егер тағы керек болса, добавить деп таңдай бересіз. Тағы да сохранить деп далее басамыз. Және соңғы бөлімі ол ETSP ключіңіз таңдап, ерсамен қол қоясыз. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Еңбегімді бағалап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіз. Және тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.